Өткел ауылы номер 2 орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Әділбеков Бекнұлы. Қыз Абай Құнанбайұлы. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соғылымы қаутанмас түбі жанды, үсті басы ақ қылап, түсі суық, басқан жер сықылап келіп қапты. Демалысы үскірік аязбен қау, кәрі құдаң келіп әлек салды. Шұпадай бөркін киген оқшы айтып, аязбенен қызарып ажаланды. Бұттай қасы жауып екі көзін, басын сіріксе қау жауып мазанды алды. Бұландай бұқ сағытып доданғанда, алты қанат ағода үйшей қалды. Әуес көріп жүгірген жас бала, беті қолы домбығып үсік шалдың, шидеммен тон қабаттап киген малшы. Бет қауы шыдай алмай тез сайнады.